Босануды жеңілдететін дұға бар ма? Сұрақ. Ассаламу алейкум. Жүкті әйел жеңіл босану үшін арнайы оқылатын дұға бар ма? Осы жайлы сұрағым келіп еді. Жауап. Ва алейкум ассалам. Расында мұсылман өмірдегі қуанышты және қиын болған әрбір жағдайда дұға жасау білуі керек. Дұға арқылы адам жаратушыдан қолдау көреді. Нұғман бин Башир: мен Алла елшісінің Алладан оған салауатты мен сәлемі болсын, дұға ол құлшылық деп айтқанын естідім деп. Сосын: сендердің Раббың, менен сұраңдар, жауап беремін. Ақиқатында маған құлшылық етуден өздерін жоғары санағандар жақында қор болған күйлерінде тозаққа кіреді аятында оқыды дейді. Жеңіл босануға қатысты мынадай риуаят бар. Фатима: босану уақыты жақындағанда пайғамбарымыз Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, Умму Салама жақсы қызы Зейнепті жіберіп, аятул курсимен бірге: ақиқатында сендердің Раббың Алла, ол аспандарды және жерді 6 күнде жаратқан, кейін аршыға истиуа етті. Ол түнмен оны жылдам түрде өкшелеп қалмайтын күндізді жабады. Күн, ай және жұлдыздар оның әміріне бағынышты. Біліңдер, жарату мен әмір ету оның билігінде. Әлемдердің Раббысы Алла аса берекелі аятын оқуды тапсырды. Сонымен бірге төмендегі мына аяттарды оқуға болады. Роббина вәлә тухамилна мәлә тухвата лана бих. Мағынасы: Раббымыз бізге еліміз жетпейтінін жүктеме. Аллахума яламу ма тахмилу кулу анса сума. Аллахума яламу ма тахмилу кулу ванса ва ма тагизул архаму ва сама таздат ва кулу шайин индаху бихмиқтар. Мағынасы: Алла әрбір ұрғашының нені көтеріп жүргенін және жатырлардың нені кеметіп арттыратынын біледі. Әрбір нәрсе оның алдында өлшеулі. Валлаху халақахум мин турубин сумма мин нутфатин сумма жалакум азважан ва ма тахмилу мин ва ванса суритаду ила билламихи ва ма юмару min mumarin wala yunqasu min umrahi illa bin kitab inna zalika Аллахи ясир. Мағынасы: Алла сендерді топырақтан кейін ұрық суынан жаратты, содан кейін сендерді жұп жасады. Әрбір ұрғашының жүкті болуы және босануы оның тағдыр етуімен ғана болады. Кітапта жазылғаннан артық әрбір өмір сүрушінің өмірі ұзартылмайды да, қысқартылмайды да. Ақиқатында бұл Аллаға жеңіл. Валлаху агражакум мин битуни аммахатикум ла таламуна шайн важала такимус сама вал абсора вал афирдах лайлахим ташкурун. Мағынасы: әрі Алла сендерді аналарыңның қарынынан еш нәрсені білмейтін күйлерінде шығарды және алғыс білдірулерін үшін есту, көруді және жүректерді берді. Сонымен бірге мына дұғаларды да оқуға болады. Аллахумма ла сахла илламма жалтаху сахла ва инта ин шита жахалта хузна сахла. Мағынасы: о Аллахым, сен жеңіл еткен нәрседен басқа ешбір жеңілдік жоқ. Сен қаласаң әрбір уайымды жеңілдетесің. Я хаваю, я хойюм бирахматика астахису. Мағынасы: Уахайю тіршілігі ешкімге тәуелді емес, мәңгі Алла. Уахайюм барлық жаратылысты басқарып тұрушы Алла, сенің мейірімділігіңнен жәрдем тілеймін. Жалпы жоғарыдағы аят пен дұғаларды босанатын әйел немесе оның жанындағы адамдардың оқуына болады.